Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі әрі өте дәмді сырникидің рецептімен бөлісемін. Барлық керек ингредиенттер описаниеда жазылған. Алдымен құрғақ ірімшікке қант қосамыз, жұмыртқамызды саламыз және блендермен аз ғана араластырамыз. Өте ұзақ араластырып, қатты езіп жібермеңіз. Енді оған бір ас қасық манная крупа қосамыз және ұнымызды салып араластырамыз. Егер сіздің ірімшік өте қолға қатты жабысқақ болып сұйық болса, тағы да шамалы ұн салсаңыз болады. Енді бір ыдысқа кішкене ұн салып, өзіңіз қалаған мөлшерде осылай дөңгелектер жасап алсаңыз болады. Мен бірінші осылай барлығын дөңгелек қылып жасап шығамын, содан кейін барып сырникидің формасын келтіремін. Одан кейін бір тақтайшаға осылай шамалы ұнды сеуіп, пышақтың көмегімен айналдыра отырып формаларын келтіріп шығамын. Дәл осылай барлығында жасап шығамыз. Мен бүгін тек 8 сырники пісіремін, ал қалғанын осылай тақтайшаға салып, бетін жауып, мұздатқышта бірнеше сағатта қатырып аламын. Содан кейін барып, оны бір ыдысқа салып қойсаңыз, кез келген уақытта таңғы асқа дайындай бересіз. Енді бір табаға шамалы май құйып, сырники екі жағынан қуырып аламыз. Сосын духовканың ыдысына пергамент қағазын төсеп, 10-15 минут тағы да 170 градуста пісіреміз. Сонда сіздің сырникидің іші шикі болмай, жақсылап піседі. Одан кейін өзіңіз қалауыңызша оны әсемдесеңіз болады. Өте нәзік, өте дәмді сырники жасап көріңіз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.